Bizде көп сұрақтар туындап отыр. Өздеріңіз де білесіздер, біз бірнеше тексеру жұмыстарын, жобаларды іске асырып жатырмыз. Және көп схемалар осы салаларда болғандықтан осындай нормалар енгізілді. Енді іске асыратын боламыз. Енді біз өзіміздің жұмыс осы арнайы режимдерге қысқаша айта кететін болсақ, ақпарат берген болатын. Өзін жұмыспен қамтуға арналған арнайы салық режимі бұл қазіргі таңда рұқсат етілетін тізім бойынша бекітілетін болады. Қазір нормативті документ дайындалып жатыр. Осы бір айдың ішінде қабылдаймыз. Енді тыйым салынатын тізім бойынша бүгінгі таңда көп сұрақ туындап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, оңтайландырылған декларация бойынша бізде жұмыс жасауға қандай салалар болады, қандай салалар болмайды сияқты сұрақтар бойынша айта кететін болсақ, қазіргі таңда бізде қолданыста 1111 ОК типі әртүрлі салалар бар. Солардың бізде 316-сы бүгінгі таңда біздің тізімге қосылған. Олар бойынша жұмыс жасауға болады деген жобада бар. Бірақ енді бұлардың саны аз болғанмен 70% кәсіпкерлер осы режимға кіре алады. Басты принцип бұл тізімді біздің бекітуіміз. Бұл егер де кәсіпкер жеке тұлғаға қызмет атқарса, тауар сатса, олар осы жеңілдетілген режимде пайдалану керек деп ойлаймыз. Егер де кәсіпкерлер үлкен бизнеспен жұмыс жасайтын болса, оған құжат жүктейтін болса, немесе де бір рұқсатнама қағаздары керек болатын болса салаларда, бұл кезде бұлар жалпыға бірдей режимде жұмыс жасау керек деген қағидасын іске асырады. Дегенмен де сұрақтар көп туындағандықтан қазіргі таңда біз бұл шешім әлі нақты қабылданған жоқ, талқылануда. Біздің мақсат кіші мекемелерге, кіші бизнес субъектілеріне ауыртпашылық жасамау. Егер де бұрын упрощенкамен жасаса, немесе розничный налогпен жасаса, сол салада қалып, осындай салық режимінде арада жұмыс жасау керек деген шешім сонда. Өз министрлігіміздің атынан және де үкімет тарапынан сондай шешім қабылдап жатыр. Дегенмен де әлі сұрақ талқылануда. Тағы да